Сәлеметсіздер ме? Сабақ тақырыбы еңбек және демалыс режимі. Бірінші сұрақты қарастырайық. Жұмыс уақытының түсінігі және түрлері. Жұмыс уақыты бұл қызметкер заңдарға, ұжымдық және жеке еңбек шарттарына, ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт. Жұмыс уақытының құрамына іс жүзінде жұмыс орындалған уақыт та, сонымен қатар жұмыс орындалмаған, алайда еңбек құқығының нормаларына сәйкес жұмыс уақытынан алып тастауға болмайтын уақыт та енеді. Мысалы, өндірістің тоқтап тұруы, төленбелі үзілістер және тағы басқа. Демалыс және тамақтану үшін төленбейтін үзілістер, жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты, сонымен қатар жұмысқа кешігіп келу, келмей қалу, жұмыстан уақытынан бұрын кету жұмыс уақытының құрамына енбейді. Еңбек жағдайы ретіндегі жұмыс уақыты белгілі бір дәрежеде қызметкерлердің өмірінің деңгейіне әсер етеді. Оның ұзақтығы демалыс үшін пайдаланылатын бос уақыттың көлеміне, тұлғаның дамуына, адамдардың мәдени және өзге де қажеттіліктерінің қанағаттандырылуына әсер етеді. Басшылықта қызметкерлерді жұмыс уақыты туралы заңдардың нормаларын сақтауға міндетті. Қызметкерлер бүкіл жұмыс уақытын өнімді еңбек үшін пайдалануға, ал басшылық осы үшін барлық қажетті жағдайлар жасауға және қызметкерлердің демалуға және еңбекті қорғауға қатысты құқықтары бұзылмайтындай етіп, жұмысты ұйымдастыруға міндетті. Қолданыстағы еңбек кодексі жұмыс уақытының келесі түрлерін көздейді: қалыпты ұзақтығы, қысқартылған ұзақтықтағы және толық емес уақыты. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы бұл адамның өмір сүруіне және дамуына зиян тигізбейтін жыл, апта, күн бойғы еңбек ұзақтығы. Қызметкерлердің кәсіпорындардағы, мекемелердегі, ұйымдардағы жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс. Сонымен, жұмыс уақытының аптасына 40 сағаттық ұзақтығы шекті норма болып табылады және заңда көзделген жағдайларды санамағанда оның тараптардың келісімімен көбейтуге болмайды. Жұмыс уақытының ұзақтығын шектеудің мақсаты бұл қызметкерлердің денсаулығын қорғауға, олардың жұмысқа қабілеттіліктерін арттыруға, оның тұлғасының дамуына, жұмыс уақытынан тыс бос уақытта біліктілікті көтеруге, немесе қосымша кәсіп иеленуге және еңбек өнімділігін арттыруға жағдай жасайды. Қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы. 18 жасқа толмаған жұмыскерлер үшін, біріншіден 14 жастан 16 жасқа дейінгі жұмыскерлер үшін аптасына 24 сағаттан аспайтын. Екіншіден, 16 жастан 18 жасқа дейінгі жұмыскерлер үшін аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлер үшін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды немесе қауіпті жұмыстардың тізбесіне сәйкес аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Бірінші және екінші топтардағы мүгедек жұмыскерлерге аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Толық емес жұмыс уақыты бұл белгіленген жұмыс уақытының қалыпты немесе қысқартылған ұзақтығының бөлігі. Толық емес жұмыс уақытын жұмыс беруші мен қызметкер жұмысқа тұрар кезде де, содан кейін де өзара келісім бойынша толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасы түрінде белгілеуі мүмкін. Толық емес жұмыс күні кезінде күнделікті жұмыстың ұзақтығы жұмыс күндерінің саны сақтала отырып азаяды. Жұмыс уақытын өлшеу мақсатында жұмыс аптасы, жұмыс күні және жұмыс ауысымы түсініктері қолданылады. Қызметкерлер үшін 2 демалыс күні бар 5 күндік жұмыс аптасы белгіленеді. 5 күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың ұзақтығы жұмыс берушінің актісімен немесе жұмыстың ерекшелігін, еңбек ұжымының пікірін ескеріп және жұмыс аптасының белгіленген ұзақтығын сақтай отырып, жұмыс беруші бекітетін ауысым кестесімен белгіленеді. 5 күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың ұзақтығы апталық нормасы 40 сағат болғанда 8 сағаттан аспауы тиіс. Өндірістің сипаты мен жұмыс жағдайлары бойынша 5 күндік жұмыс аптасын енгізу орынсыз ұйымдарда
1 күндік демалысы бар 6 күндік жұмыс аптасы белгіленеді. 6 күндік жұмыс аптасы кезінде күнделік жұмыстың ұзақтығы апталық норма 40 сағат болғанда 7 сағаттан аспауға, апталық норма 36 сағат болғанда 6 сағаттан және апталық норма 24 сағат болғанда 4 сағаттан аспауға тиіс. 5 күндік немесе 6 күндік жұмыс аптасын еңбек немесе ұжымдық шарттардың талаптарымен жұмыс беруші белгілейді. Жұмыс ауысымы бұл заңға және еңбек немесе ұжымдық шартқа сәйкес анықталған қызметкерлердің тәулік бойына кестеге сәйкес істейтін жұмыс уақытының күнделікті ұзақтығы. Егер кәсіпорын 2 немесе одан да көп ауысымда жұмыс істейтін болса, онда жұмыс режимі ауысым кестесіне сәйкес реттеледі. Әдетте 40 сағаттық жұмыс аптасында 8 сағаттық жұмыс ауысымдары белгіленеді. Түнгі уақыттағы жұмыс 22 сағаттан бастап таңғы сағат 6-ға дейінгі уақыт түнгі уақыт болып есептеледі. Жүкті әйелдерді түнгі уақытта жұмыс істеуге тартуға олардың келісімімен ғана жол беріледі. Түнгі уақытта жұмыс істеуге 18 жасқа толмаған адамдар мен түнгі уақытта жұмыс істеуге тыйым салатын медициналық қорытындысы болған жағдайдағы адамдар жіберілмейді. Үстеме жұмыстар әрбір жұмыскер үшін тәулік ішінде 2 сағаттан, ал ауыр жұмыстарда еңбек жағдайлар зиянды және қауіпті жұмыстарда 1 сағаттан аспауға тиіс, және жұмыскердің тек келісіммен ғана жұмысқа тартылуы тиіс. Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына 12 сағаттан және жылына 120 сағаттан аспауға тиіс. Үстеме жұмысқа келесіде жұмыскерлерді жібермейді. Жұмыс берушіге жүктілігі туралы анықтаманы ұсынған жүкті әйелдер, 18 жасқа толмағандар және мүгедектер. Үстеме жұмысқа жұмыскердің келісімінсіз келесі жағдайларға жұмысқа тартылады. Елдің қорғанысы үшін, сондай-ақ төтенше жағдайларды, дүлей зілзаланы немесе өндірістік аварияны болдырмау, не олардың зардаптарын дереу жою үшін қажетті жұмыстарды жүргізу кезінде, сумен жабдықтаудың, газбен, жылумен, энергиямен жабдықтаудың және тіршілікті қамтамасыз етудің басқа да жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуін бұзатын өзге де мән-жайларды жою үшін. Егер жұмыста үзіліс жасауға болмаса, ауыстыратын жұмыскер келмей қалғанда, басқа жұмыскермен ауыстыру шараларын дереу қолдана отырып, жұмысты жалғастыру үшін. Денсаулықтан айырылу немесе өлім қаупі төнген азаматтарға шұғыл және кезек күттірмейтін жәрдем көрсету үшін үстеме жұмыстарға жол беріледі. Келесі сұрақ: демалыс уақыты түсінігі және түрлері. Демалыс уақыты бұл жұмысшының қызметтік міндеттерін атқарудан бос кезеңінде өз қалауынша пайдалана алатын уақыт. Демалыс уақытының түрлеріне жұмыс күні кезеңдегі үзілістер, демалыс және тамақтану үзілісі, ішкі ауысымдық және арнайы үзілістер, күнделікті демалыс, демалыс күндері, мейрам күндері, еңбек демалыстарын жатқызамыз. Күнделікті жұмыстың ішінде жұмыскерге ас ішуге және демалуға жарты сағаттан аз емес үзіліс беру қажет. Демалуға және түскі асқа арналған үзіліс уақыты жұмыс тәртібімен және еңбек әрі ұжым шарттарымен орнатылады. Демалуға және түскі ас ішуге арналған уақыт жұмыс тәртібіне қосылмайды. Ішкі ауысымдық және арнайы үзілістер. Жекелеген жұмыс түрлеріне жұмыс уақытында іске қосылатын технологиямен және өндіріс және еңбек ұйымымен келісілген жұмысшыға ішкі ауысымдық үзілістер арналады. Ашық ауада жылдың суық мезгілінде жұмыс істейтін немесе жылынбайтын кеңістіктерде жұмыс істейтін, сонымен қатар тиеу түсіру қызметіндегі жұмысшыларға жылыну үшін жұмыс уақытына кіретін арнайы үзілістер беріледі. 1,5 жасқа дейінгі баласы бар жұмыс істейтін әйелдерге, 1,5 жасқа дейінгі анасы жоқ балалары бар ерлерге тамақтану үшін және баланы тамақтандыруға қосымша уақыт беріледі. Қосымша уақыт келесі ұзақтықтағы жұмыстың әр 3 сағат сайын беріледі. Бір баласы барларға әр үзіліс 30 минуттан кем емес, 2 немесе одан да көп баласы барлар үшін әр үзіліс 1 сағаттан кем емес болуы тиіс. Жұмысшының өтініші бойынша бала тамақтандыруға қосымша уақыт демалыс және тамақтануға берілетін үзіліске қосылады. Немесе келісілген үзілістер жұмыс күннің басына немесе соңына қарай беріледі. Баланы тамақтандыруға берілетін үзілістер жұмыс уақытына қосылады. Жұмысшының күнделікті демалысының ұзақтығы 12 сағаттан кем емес. Жұмыстың аяқталуы мен келесі күннің басталуы аралығын қамтиды. Жұмыскерлерге апта сайын демалыс күндері беріледі.
5 күндік жұмыс аптасында жұмысшыларға аптасына 2 күн демалыс беріледі, ал 6 күндік жұмыс аптасы кезінде 1 күн беріледі. Және мейрам күндері демалыс күндері болып саналады. Жұмыскерлерге демалыстардың мынадай түрлері беріледі. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары және әлеуметтік демалыстар. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскердің тынығуына, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады. Және жұмыс орны мен орташа жалақысы сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік күндер санына беріледі. Жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының мынадай түрлері беріледі. Жыл сайынғы негізгі ақы төленетін еңбек демалысы және жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысы. Әлеуметтік демалыс деп ана болуға, балалардың күтіміне, өндірістен қол үзбей білім алуға, қолайлы жағдайлар жасау мақсатында және өзге де әлеуметтік мақсаттарда жұмыскерлерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату түсініледі. Жұмыскерлерге әлеуметтік демалыстардың мынадай түрлері беріледі. Жалақы сақталмайтын демалыс, оқу демалысы, жүктілікке және бала тууға, жаңа туған баланы асырап алуға байланысты демалыс, бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс. Назарларыңызға рахмет.